Ассаламу алейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода рейс-мыслый станок пилмаш вал хеликалмен, яғни бұндағы орналасқан пышақтарды ешқашан қайрамаймыз. Бірақ уақыты келе өтпей қалған кезде оларды айырбастауға тура келеді. Мінекей вал хеликал дегеніміз осындай төртбұрышты пышақтар. Бұларды 4 рет айландырып қолдануға болады. Енді мінекей станогымыздың мына жерінде өзінің сызғышы бар, сантиметрмен және дюйммен көрсетілген. 15 сантиметрге дейін мына аралықта ағашты үстіріктейді. Енді бұл рейс мұсының ең бір жақсы жері, мінекей мына жерде плита орналасқан. Бұл ешқандай да қаңылтыр емес. Егер қаңылтыр болса, бұл жер жаңағыдай басылып, ағашты үстіріктеген кезде мына жеріміз басылып майысы отыратын болады. Ал егерде мынандай тас болатын болса, мрамор, онда ешқандай да ондай майысы өтеген болмайды. Сондықтан бұл станоктың ең бір жақсы жері осы, және де вал хеликал орналасқандағы. Егерде сіздер осындай рейс мұс алсаңыздар, вал хеликалмен алуға сіздерге кеңес беремін. Енді мына жерде өзінің ұзартқыш столдары бар, екі жағынан өстіп көтеріліп түседі. Астыңғы жақтарында мінекей осындай болттары бар, регулировочный. Осы арқылы мына столымызды тегіс қылып шығаруға болады. Мінекей мына жерде характеристикалары көрсетілген. Станоктың екі жағында ұстайтын ручкасы бар. Мына жағында және мына жағында. Енді мына ручкамызды бұрайтын болсақ, мына жүзіміз төмен қарай түсетін болады. Мінекей. Әрбір бұраған оборотымыз 1,6 миллиметрге түсіреді. Мына жерде қосатын, өшіретін екі кнопкасы бар. Мынау аварийный кнопка. Мына жерде термозащитасы бар, яғни станогымыз қызатын болса, мына жерден өшіріп салатын болады. Одан кейін суығаннан кейін қайттан қосамыз. Мына жердегі рычаг, ол мына столымызды түсіргеннен кейін, белгілі бір мөлшерге қойғаннан кейін, осы рычагты астыға қарай басып қойсақ, осылай басып қойсақ, онда мына столымыз қозғалмайтын болады, бір қалыпта тұрады. Яғни вибрация арқылы мына ручкамыз өзінен өзі айналып кетпей, түсіп кетпейтін болады. Бұндай функцияны осы жаңадан шыққан рейс мұстардан көрдім. Тура осындай пилмаш, бірақ ескі версияларда мынандай рычаг жоқ екен. Енді мына жерде өзінің тағы бір функциясы бар. Қазір оны көрсетем, өте пайдалы. Станогымыздың мына жақ жанына келетін болсақ, мінекей мына жерде 5 мм, 10, 15, 20, 25, 30 деп белгіленіп тұр. Яғни біз осы имізді, мына барашқымызды, мінекей мына жерде точка тұр, барашқының өзінде. Егерде 30 мм-ге қоятын болсақ, станогымыздың жағында мінекей мынандай фрезердегі секілді револьверный упорлар бар. Осы жерге мына ручканы бұрап, мына столды түсірген кезде сол 30 мм-ге түседі, яғни 3 сантиметрден артық түспейтін болады. Сонда біз бірнеше тақтайларды өткізетін болсақ, осы функция өте ыңғайлы. Яғни мына ручкамызды көтеріп, одан кейін қайтадан түсіретін болсақ, бізге мына жерден 3 сантиметрді қарап отырудың қажеті жоқ. Жаңағындай осы жерден барашканы 3 сантиметрге қойып қойсақ, ары қарай түспейтін болады. Не болмаса 25 мм, 20 мм, яғни 2 сантиметр, 2,5 сантиметр қайсына қойымыз, содан артық столымыз түспейтін болады. Бұл өте ыңғайлы, өйткені жұмыс барысында басқа да ағаштарды үстіріктеу керек болып қалады. Сол кезде біз ол настройканы жаңағыдай жоғары көтеріп үстіріктеп болғаннан кейін, мына рычагымызды төмен түсіре салсақ, ол тура жаңағы 3 сантиметрге өзі әкеліп түсіреді. Сонда
ағаштарымыз барлығы бірдей болып шығады. Станогымыздың үстіңгі жағында осында 2 ролик бар, яғни тақтайды осының үстімен жіберіп, жаңағыдай өткізгеннен кейін тақтайды өзімізге қарай осы ролик арқылы жылжытып алуымызға болады. Бұл өте ыңғайлы, 2 адам істесе тіпті жеңіл болады. Мінекей және көрсетіп өткендей, мына жерде өзінің бір пайдалы бір функциясы бар, яғни ағашты өткізген кезде мінекей қазір 5 мм-ге көтерілді мына тіліміз, яғни осы ағашты өткізген кезде станогымыз 5 мм сүртпейтін болады. Енді мына ручканы бұрайтын болсақ, мына жерден 1 мм-ге көтеріледі. Мінекей қазір 1 мм. Ары қарай бұрай беретін болсақ, 1,5, 2 мм, 2,5, 3 деп кете береді. Яғни ағашты үстірттегенде осы жерден көруге болады біз неше миллиметр тақтайды үстірттеп жатқанымыз. Бұл өте ыңғайлы, бірақ 5 мм-ден жоғары көтермеген дұрыс негізінде. Неғұрлым жалпақ ағаш болса, соғұрлым 5 мм-де алған дұрыс. Әрине, бұл станок өте күшті, моторы бәрі мықты, жүздері де жақсы, Valhelical дегенмен де көп нагрузка түсірмеген дұрыс. Егерде ағашымыз жіңішке болып жатса ғана, ұзап кетсе 1,5-2 мм ғана алу керек. 3 мм-ге апарудың қажеті жоқ. Мінекей алдыларыңызда қайың, кепкен ағаш өте қатты. Мінекей мына жерде бұтағымен қазір осыны үстіріктеп көрейік. Мінекей қазір үстіріктелмеген беті. Қазір енді осыны үстіріктеп көрейік. Мінекей ағашымызды үстірттеп болдым. Мінекей жаңағы бұтақ болған жер. Мынау енді әлі толықтай алынбаған. Енді 1-2 рет жүрсе, мына ойықтардың барлығы кетеді. Бірақ мінекей бұтақтың өзі таза алынған. Мінекей мына жерлердің барлығы сіздерге камераға дұрыс көрінбей тұр, бірақ сапасы жақсы. Мінекей жылтырап тұр. Бұл өте қатты ағаш, қайың болғанда да әбден кепкен қайың. Егерде Valhelical болмай жай пышақ болса, бұндай ағашты үстірттеген кішкене қиындау болады. Өйткені жүзіміз өтпейтін болса, бұндай қатты ағашты алу қиын. Егерде жаңа қайралған жүз болса, бұндай ағаштар жүзді бірден отырғызып салатын болады. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарияда қоюларыңызға болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.